Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Айдана. Бүгін өріктен компот дайындайтын боламыз. Ең алдымен менің YouTube арнамды жоғалтып алмас үшін және де жаңадан шығып жатқан рецепттерді жіберіп алмас үшін әрдайым менімен бірге болыңыздар. Подписация батырмасын басып, арнама тіркеліп алыңыздар. Тіркеліп алған болсаңыздар, компотымызды дайындауға кірісейік. Ең алдымен өрігімізді жуып, тазалап аламыз. Енді осы өрігімізді мясорубкадан өткізетін боламыз, яғни ет өткізгіштен. Егер де сіздерде погружной блендер болса, погружной блендермен де өрігімізді езіп бір қалыпты массаға келтіріп алсаңыздар болады. Мен осылай мясорубкамен өрікті осылай езіп бір массаға келтіріп алдым. Енді осы өрігімізге шекер қосатын боламыз. Шекерді өз қалауларыңыз бойынша қосасыздар. Мен 1 килограмм өрікке 150 граммдай шекер қостым. Осылай қосып барлығын жақсылап араластырып аласыздар. Енді осы массамызға су қосатын боламыз. Мен 4 литр су қостым. Бұл суымыз қайнағаннан кейін кішкене азаяды. Менде 3 литрден кішкене көптеу компот шықты. Осылай суымызды салып, барлығын жақсылап араластырып, компотымызды газге қойып қайнататын боламыз. Компотымыз қайнап, кішкене қайнағанға жақын болып, қайнап қалған кезінде осылай көбігі шығады. Көбігін тазалап алып тұрасыздар. Және де қайнағаннан кейін 15-20 минут тағы да қайнатасыздар. Сол кезде де кішкене көбік шығып тұрады. Сол көбігін жақсылап тазалап алып тұрасыздар. Осылай компотымызды дайындап, қысқа жауып дайындап қойсаңыздар болады, немесе жаздың ыстық күнінде тоңазытқышқа салып мұздатып ішсеңіздер де болады. Мінекей компотымыз дайын болды, өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде осылай дайындап көріңіздер. Және де менің YouTube арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.